Армысыздар, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Каскелен KZ. Біз бүгін қоғамдағы өзекті мәселелердің бірі білім саласына қатысты туындаған сұрақтарды талқылайтын боламыз. Ол негізгі мәселеміз, бүгінгі тақырыбымыз мектепке қатысты қажеттіліктерге ақша жинауға ата-ана міндетті ме, әлде міндетті емес пе? Осы сұрақтар төңірегінде біз қазір ой өрбітетін боламыз. Бүгінгі біздің спикеріміз қоғам белсендісі, Каскелен KZ жобасының негізін қалаушы кәсіпкер Қуаныш Шаханов. Қуаныш, студиямызға қош келдіңіз. Сәлем, қалдарыңыз қалай? Бұл өте маңызды сұрақ деп ойлаймын. Мәселені көтеріп жатсыз, Клара ханым. Және видеоның соңына дейін қараңыздар. Себебі мен ойымша осы видеоның соңында кім кінәлі? Бөлім басшысы ма, директор ма, мұғалім ба, әлде біз ата-аналар кінәліміз ба? Осы мәселені білетін боламыз. Сол үшін соңына дейін қараң. Иә. Ендеше көрермендеріміз жалғып кетпес үшін мынандай сұрақтан бастағым келіп тұр. Әңгімемізді жалпы Қуаныш, сіз ата-ана ретінде өзіңіз мектепке ақша жинадыңыз ба? Шынын айту керек, енді осыған дейін жинадық. Жинаған кездеріміз болды. Енді точно детальдарын білмеймін, себебі ата-ана чатында мен жұбайым отырады. Мен группалардан алыстау болуға тырысамын. Но жинады. Ол анық. Бірақ енді символически 1000 теңге, 500 теңге, 2000 теңге шығар. Бірақ мен оған жалпы өзім қарсымын. То есть бұлай жинауға қарсымын. Жинағанға қарсы емес, но осындай форматта барлығын бірдей WhatsApp-қа жария жазып жинаудан мен қарсымын. Өткен 1-2 момент болды, баламызға айтып жүреді мысалға. Баламыз келіп тұрады. Енді бізде Құдайға шүкір бәлкім қолымыз тимегеннен кейін, ұмытып кеткеннен кейін ақша бермей қалатын кездеріміз болатын шығар. Ал мен білемін, мынау 300 000 халыққа жуық Қарасай ауданының тұрғындарының арасында барлығының бірдей жағдайы бола бермеуі мүмкін. Бірақ баласы, ол проблеманың хабары жоқ. Баласы келіп ата-анасын сұраған кезде, ата-анасы қандай қиын халде болатынын мен сезінемін. Сол үшін осы форматта ақша жинауын мен қаламаймын. Я шынымен де былтыр оқу жылы онлайн өткендіктен ата-аналар бұл мәселеден кішкене демалып қалды. Өйткені онлайн сабақ оқылғаннан кейін ешқандай жинау болған жоқ. Биыл енді офлайн форматында сабақ бастала салысымен біздің бәріміздің жаңағы ата-аналар чатында осындай сұрақ туындап ақша жинау мәселесі пайда болды. Енді әрине біз әрбір баламыз үшін 500 теңге, 1000 теңге дегенді беруден баламыздан аямаймыз. Бірақ ең өкініштісі біздің ішіміз күйетіні жәнегі осы біз ақша жинап жатқан нәрсенің барлығына мемлекет тарапынан қаражат бөлінеді. Солай емес пе, Қуаныш? Енді мына жерде біраз сәл сұрақ күрделеу негізінде. Қаражат бөліне ме? Точнее, бөлінуі керек, бірақ жеткілікті дәрежеде біздің бөлім басшылары, енді қазір Қарасай аудан әкімдігіне қарамайды. Білім бөлімі Талдықорған қарайды облысқа. Қаншалықты дұрыс ақшаны сұрай алады жобаларына. Мәселе сода жатқан сияқты. Өткен оған өзіңіз білесіз, сіздің бір сұхбатыңызды мен көрдім, керемет сұхбат жасадыңыздар Айман Сайғидулла деген ханыммен. Сол жерде ол апай осы как раз А4-ге қатысты арыз жазып отырып, хатпен жазып отырып, өзіне қанша бәленбай пачка А4 қағазын алды. Дұрыс қой, есіңізде ме? Пердені де алмай қойдым деді ғой. Иә, мысалға ол бірақ алып берді оған түбінде. Алып берді, иә. Жәнегі яғни жыламаған балаға емшек жоқ деген сөз. Осы эфирді Айман Сайғидулла апайымыз көрсе, қолдап осы астына пікір қалдырады деп ойлаймыз осы мәселеге қатысты. Сол сіздің сұхбатыңыз көргеннен мен түсіндім. Ақасы алуға болады екен ғой. Иә, негізі мемлекет ол жағынан қолдау білдіреді. Әрбір мектепке, әрбір мұғалімге, иә. Оған мысалы, енді сіз өз ойыңызды айтыңызшы, сіздің ойыңызша неге мұғалім сұрамайды? Не кедергі оған? Неге мұғалім директорден немесе районодан сұрағаннан көрі ата-аналардың қорынан сұрай салған оларға оңайырақ? Енді былай айтайын, бұл жерде біраз қатты тиюі мүмкін. Сол үшін барлығына бірдей жаппай айтқым келмейді. Но Қазақстандағы енді көптеген компанияларға біз консалтинг жасаймыз, өзіміз өмір бойынша. Адамдармен сөйлесеміз. Кішігірім құлдық сана сезім бар сияқты. Яғни біреуден қорқамыз біз. Ол директор болуы мүмкін. Ол директор болуы мүмкін. Ол білім бөлімі ол завуч болуы мүмкін. Ол білім бөлімі басшысы болуы мүмкін. Ол өзінің жаңағыдай күйеуі болуы мүмкін. Күйеуі арқылы айтуы мүмкін. Қойшы осында арыз жазып сен де шаршаттың ғой деген сияқты.
Сол үшін мен кейбір чаттарда естимін, апайлар типа болмаса өзім төлей салам, өзім отчеттерді алам, соншама шу дау көтермеңдерші дегендей. Ол дұрыс ультиматум емес, дұрыс бір шешім емес. Сол құлдық сана сезім шығар деп ойлаймын, Клара ханым. Өйткені как-то свобода слова деген нәрсе бізде аз байқалады да, әсіресе Қарасай ауданында. Мүмкін уақыт кетеді деп ерінуі де мүмкін оған. Бірақ енді уақыт кетуі мүмкін, дегенмен де қазір жыласа 3 жылдан кейін болсын. Бірақ 3 жылдан кейін қайттан осылай отырмау керек та халық класстан жинап. Содан кейін ең үлкен мәселе, және орыстар айтпақшы, белая ворона болады ғой мектепте. Иә, белая ворона болсын, лучше белая ворона болсын, чем үндемей қалған бір пушечный ворона болғанша, ет болып кеткенше, лучше қоғамға бір пайдасы тисін. Енді міне біз осы көтеріп отырған мәселелер бойынша біз Қаскелең KZ және паблигінде 2 пост жариялағанбыз. Ол қызу талқыға түсті. Енді оны өздеріңіз де қадағалап отырсыздар, оны қайталамай қояйық. Біз міне ресми хат жолдадық Қарасай аудандық білім бөліміне. Ол жерге келген жауапты біз кеше жарияладық. Ол кезде тағы да талқыға түсіп жатыр. Енді мысалы бізге келген жауапта айтылады, ақша жинамаңыздар деп, мына білім бөлімінің басшысы өзі кәдімгідей өзі жауап беріп отыр да. Кесіп айтады, иә, ақша жинауға болмайды. Жәнегі жазу дәптері, оны негізі қамтуға тырысады екен. Ал жетпей қалған жағдайда, енді қазір контингент көп қой, жетпей қалған жағдайда кәдімгі қарапайым жазу дәптеріне жаза беру керек дейді бала. Бірақ кешегі посттың астында оған жазбаңдар деп айтты, дәптер сатып алыңдар деп айтты дегендей пікірлер жазылып жатты. Енді оны әр мектептің мұғалімдері, директорлары өздері қадағалау керек шығар енді. Ал екінші мәселе мына шаруашылық. Бізде мына карантинге қатысты қазір әрбір мектеп жәнегі кварцпен қамтылу керек, тоннель болу керек, жәнегі дезинфекциялану керек деген сияқты мәселелер туындайды ғой. Осы қажеттіліктердің бәріне биыл Қарасай аудандық білім бөліміне, Қарасай аудан мектептеріне 31.507.115 теңге бөлінген екен. Сіздің ойыңызша бұл қаражат жеткілікті ме? Және тағы бір жерде айта кететіні, 8 миллион теңгеге тағы да қосымша тендерға сұраныс берілген. Енді бұл әрине, енді бұл күрделі сұрақ, негізі жеке-жеке қарау біраз қиындау. Дегенмен де бұлар енді любой бір ценовое предложение жасамас бұрын зерттеу жасайды деп ойлаймын білім бөлімі. И сол жерден есептеп, әр бала санына есептеп қойған шығар. Демек бұл сумма в любом случае жеткілікті. И в идеале жету керек. И қазір 1 сентябрьге дейінгі антисептикке анаған ақша жинаватыр деу, кварцқа жинаватыр деу біраз қисынға сыймайтын дүние. Жетпей жатса, ладно, хотя бы бір нәрсе айтатын. Ал жылдың басынан бастаған біраз сіздер негізін білім бөлімінің басшысын өте ыңғайсыз жағдайға қалдырып жатсыздар, ардақты мұғалімдер, директорлер. Ол кісі айтып жатыр, біз ақша сұрап жатқан жоқпыз деп. Осы жерде, осы эфирді көріп отырған ата-аналарға ескерту, назарларыңызға алыңыздар. Егер де сіздерден осындай заттарға, дезинфекциялық маска, кварц, жәнегі хлор, немесе коврик деп ақша сұраса, міндетті түрде 2-10-80 аудандық білім бөлімінің нөміріне хабарласып, осы мәселе туралы айтыңыздар. Ода тұрған ешқандай ұят жоқ. Мен оған тағы да қосымша айтайын. Негізінде енді қауіпсіздік флагманы деп айтамыз ба, бұл бостандық сөзінің бір флагманы дейміз ба, ол қазір Қаскелең KZ болды деп ойлаймын. Және біздің редакция, мысалы, сіздер жекеге жазған ақпараттың біз бірде ешқайсысын осы күнге дейін жария етпедік. Егер білім бөлімінен қорқатын болсаңыз, сіздің буллинг дейді ғой, сіздің балаңызға бір қысым көрсететін болады деп қорқсаңыз, онда біздің редакцияға жазыңыздар. Клара ханымға хабарласыңыздар, Нұргүл ханымға хабарласыңыздар. Сіздің есіміңізді ешқандай жағдайда біз жария етпейміз. Жай ғана мектептеріңізді, сыныпты, барлық толық ақпаратын берсеңіздер, осыны сұрады деп, және бізге қосымша оның қасында нақты дәлел болғаны керек. Ол жаңағы сіздердің чаттарыңыздың скрины, немесе аудио, немесе видео запись болса тіптен жақсы. Біздің қолымызда дәлел болу керек. Сондықтан соны негізге ала тұрып, біз аудандық білім бөліміне, басқа органдарға запрос жіберетін боламыз. Мен ойымша білім бөлімі болсын, басқа жерлер болсын, біздің шынымен 31 миллион теңге, басқадағы да
тендерлардың ақшасына қарап қалған жоқ деп ойлаймын. Құдайға шүкір біразының қалталы азаматтары жағдайлары бар. Бірақ өзіне қарай оценка жасағаннан кейін барлығының да бірдей ақшасы бола береді, жинай салайық деген бір түсінік қалыптасқан сияқты. Сол стереотипті бұзу керек деп ойлаймын. Просто 31 миллион теңге жетпейтін болса 100 миллион теңге сұрасын. Біз өзіміздің есептеп келетін болсаңыз, айлық табысымыздың кем дегенде 35-45%-ын біз налог ретінде төлейміз. Сол ақшаны мемлекеттен талап етеміз, болды. Ол сіз оны директорден сұрамайсыз, оны сіз білім бөлімінен сұрамайсыз ол ақшаны. Біз өзіміздің беріп жатқан ақшамыздан сұраймыз. Кеше ана пост жарияланған кезде комментарийден оқып мен көзіме кеткені, ол деген жылдар бойы жалғасып келе жатқан, жылда жиналатын нәрсе емес пе? Қаскелең KZ осына жаңалық қылып шығарып отыр ма деген пікірлер жазылды да. Иә, біз жыл сайын шығарасыз ба Кларбайзде? Бірақ осы жыл енді түбіне жеткізіңіз бұл мәселені. Енді уже соған қараған кезде халық оны как бір налогтың бір түрі ретінде қабылдап кеткенде, біз уже мысалы жер салығы, автомобиль салығы деп міндетті түрде төлейміз ғой. Как сол салықтың бірі ретінде мектепке, фондқа обязательно берілу керек нәрсе деп қабылдап кеткен. Я 500 теңгеден, 1000 теңгеден біз кедей болып қалмаймыз, Құдайға шүкір барлығымыз жұмыс жасаймыз, нанымыз тауып жүрміз. Бірақ мүмкін біз осы 500 теңге, 1000 теңгені жинап бере салу арқылы қандай да бір сыбайлас жемқорлықтың жүзеге асуына көмектесуіміз мүмкін. Сол ғой біздің түсіндіргіміз келетін, Біріншіден сол, екіншіден жалпы халықтың өз құқықтарын қорғай алсын деген бір посылды. Сосын Клара апай, қателеспесем, сіз еще айттыңыз осы жерде, осы бір видеоларда мынау нәрсені көтердіңіздер. Айлыққа қатысты пост шығардыңыздар ғой вроде бы. Иә. Сосын бізде былай сөйлесеміз, бизнес саласындамыз. Қазір қабылдаймын, мен мойындаймын. Бизнес мемлекеттен қалып бара жатыр айлық жағынан. То есть, по идее, рыночная экономика дейді, бірақ рыночная экономика еш қатысы жоқ, госструктура айлықты көп алып жатыр. Бұл дұрыс па? Дұрыс, мен екі қолымды көтеріп қолдаймын бұл жобаны. Бұл керемет нәрсе. Осы сентябрьде 25 па 15%-ға тағы да қосылды. Сіз өзіңіз куәсіз ғой, кейбір таныстарыңыз бар, кем дегенде 250-300 мың теңге алады. Әлде ондай жоқ па? Бар, мен таныстарым, 250-300 мың алады. Демек, ана видеодағы адамның айтып отқан айлығы вполне реально. Айтып отыр ғой, 500 мың, 600 мыңға дейін алады. Ол және квалификация, стажға байланысты. Бұрыннан істеп келе жатқан адам болса, уже ол сондай айлыққа жетіп тұр. Яғни оның еңбегі де бар, оны алуға. Әрине еңбегі бар, ол ең маңызды адамдар ғой, олардың айлықтары көп болу керек. Бірақ айлықпен қоса оның сана сезімі де өсу керек деп ойлаймын. Өзінің құқықтарын қорғау керек. Адам 500 мың теңге, жаңағы 500 демей қойшы, 250 мың теңге, 300 мың теңге қолына алатын болса, ол ата-аналардан барып қайыр садақа сұраған сияқты 1000 теңге, 500 теңгеден сұрамасын. Ол ескі, енді айлығы өсіп жатыр, бірақ ескі понятиелер қалып қойып жатыр да. Новый министр Аймағамбетовтың де жасайтын несі сол. Мұғалімдер құлдық сана сезімінен шықсын деп, қазір облысқа бөлді, районда емес. Бұрынғыда көше сыпырмасын деді. Құдайға шүкір, қазір көше сыпырмайды. Бұл өзгеріс қой, өзгеріс. Бірақ адамның енді сана сезім көкжиегінде өсіру керек. Мен Алматыда мұғалімдер бар, мектепте, бір-екі мектепте біз реклама жағынан консалтинг жасаймыз, бизнес процесс жағынан консалтинг жасаймыз, маркетинг жағынан консалтинг жасаймыз. Олар айтады, бізде вообще бұндай сбор деген нәрсе жоқ частный мектепте. Ата-аналар жәнегі мына чатта жәнегі пікірде жазған ата-аналар 500 мың теңге бересің, нең кетеді деген сияқты осындай сөз қылып отырсын ба деген ата-аналар. Одан да сол 500 теңгені, 1000 теңгені қайырымдылыққа жұмсайық. Бір сол сыныпта жағдай төмен отбасының балалары болса, мүмкін соған берейік. Сол арқылы мүмкін біз игі іс жасаймыз, бірақ сыбайлас жемқорлыққа жол бермейміз. Енді мынандай сұрақ қойғым келеді, Қуаныш, сізге. Орыстар айтады, критикуешь, предлагай деп. Енді сіз көзі ашық, көкірегі ояу адам ретінде осындай мәселелер көтеріп, үнемі жәнегі ақша жинауға қарсы болып отырасыз. Енді осы мәселенің шешімі ретінде сіз не ұсынар едіңіз? Менің негізінде бар шығар, негізінде ата-ана комитеті деген нәрсе бар. Мен осыдан 1 жыл бұрын, 2 жыл бұрын прямой эфир жасаған кезде міндетті түрде осы тақырыпты қозғайтын. Кез келген ата-ана комитетіне мен консалтинг жасай аламын, абсолютно тегін. Бірақ менің қазір ұсынысым, хотя бы Қаскелең қаласындағы 11 мектеп бар. Солардың ата-аналарының бір комитет ретінде құрылса деп отыр.
может ата Ол аналар жерде қауымдастығы ма? ата аналар қауымдастығы ма? Бізден кеше қалалық әкімшілік ұсынды, мысалға общественный советке мүше боласыздар ма деп. Енді біз физически түрде бәлкім үлгермеуіміз мүмкін. Бірақ мен мысалы біздің журналистердің сол жерде болғанын қалаймын. Не үшін? Себебі реально болып жатқан мән жайды жеткізу үшін. Бұл бір. Екінші мәселе, бұл ата-ана қауымдастығының ішінде де қоғамдық бірлестік дейміз ба, ол жерде де біздің бір журналист болсын. Айда бір рет, 2 айда бір рет керек болса Zoom конференция ұйымдастырылсын. Әр мектептен менің ойымша бір адам емес, ол бір адам бір шешім қабылдауға жеткіліксіз болуы мүмкін. 2 адам ол жүк болып қалады. То есть бір мәселеге екеуі келіспей қалуы мүмкін. Сол үшін кем дегенде 3 адам болсын деп ойлаймыз. 3 адамнан 30 адамдық бір қауымдастық, бір бірлестік болады. Бұл 30 адамды жетілу керек, көкжиегін ашу керек. Басқа қаладағы ата-аналардың жаңа турнирлері болады, конференциялары болады. Сол жерге қатыссын. Жалпы балалардың дамуына деген бір үлестерін қосады деп ойлаймын. Және жаңа 1000 теңге, 500 теңге деп жатсыз ғой. Мысалға, оны қайырымдылыққа жұмсасын. Иә, келісем, қайырымдылыққа жұмсасын. Бірақ егер дұрыс бағдар бере алса, біздің аудандағы білімнің деңгейін белгілі бір дәрежеге көтеруге болатын сияқты. Немесе жаңағындай бір турнирлар, сондайлар ұйымдастырылса, оған жинауға болады дегенді айтқыңыз келеді ғой, иә? Иә, әрине. Мысалы, біз білейін, мемлекет беретін кварц, білмеймін, жаңа антисептикке ақша жинамайық, өтініш. Борға деймін, тряпкаға дейді. Біз конкретно бір жарыс ұйымдастырсын мектеп. Сол жеңімпазға сыйлық ретінде жинайық. Оған мен келісемін. Бірақ қайтадан бүкіл ата-аналардан емес. Конкретно кәсібі бар, немесе бір зиялы ата-ана болатын болса, сонымен жеке сөйлесу керек деп ойлаймын. Жалпы немесе сынып жетекшісі өзінің бір сыныбына қандай да бір спонсор тауып, демеушін тауып, сонымен келісіп, келіссөздер жүргізіп, сол арқылы көмек алып, солай жұмыс жүргізсе болады, солай емес пе? Жалпы сіз өзіңіз спонсорлық жайлы көп, өзіңізде спонсор болып жүрсіз, және өзіңіздің жобаңызды спонсорлардың көмегімен алға жылжытып келесіз. Жалпы осы демеуші тарту мәселесі қалай, ол оңай ма, әлде оның бір өзінің қиындықтары бар ма? Бұл өте қызық сұрақ негізі. Бұған бөлек сағаттар бойы семинар жасауға болады. Мен кәсіпкермін. Құдайға шүкір, өз нәпақама да, жағдайыма да жетеді. Бәлкім в каком-то плане Қаскелең KZ-тің де бүкіл шығындарын жабуға ешқандай реклама алмасақ та қаражатым жеткілікті. Бірақ бұл әлеуметтік жоба, бұл қоғамдық жоба. Бұл менің жеке мәселемді шешіп жатқан не емес қой. Мен Қаскелең KZ деп мен көшемді жөндетіп жатқан жоқпын. Қаскелең KZ деп мен де сіздер сияқты бұл мәселені бөлек түсіреміз. 3 апта бойы менің есігімнің алдына да мусорды алмайды. Мен Қаскелең KZ-пін деп менің балама не дәптер бөлек бермедім деп айтпаймын. Көп балалы ата-анамын хотя десеңші. Но бұл жердегі айтатын негізгі посыл, егер әлеуметтік жоба болса, неге спонсорларды привлекать етпеске? Оған қоса, Клара ханым, бізде көбісінен айттым, құлдық сана сезім ойлайды, егер ақша сұрасам, мен өзім үшін сұрап жатырмын деп. Немесе кезінде каким-то боком бәлкім бір ата-анадан алдында қарыз болып қалған. Бір торт әкеп берсе, мұғалім оның алдында бір қарыздар сияқты сезінеді. Ондай сезім болмау керек. Мұғалім менеджер, да? То есть директор менеджер, мұғалім мини-менеджер десек болады. Мұғалім ұялмау керек сұраудан. Ол өткені өзі үшін алып жатқан жоқ қой. Ол тортты алып баласына жегізбейді ғой. Или там білмеймін, бір затты алып, А4-ді алып баласының мәселелерін шешпейді. Ол алған А4-ді конкретно сол балаларға жұмсайды. Егер сол балаларға шынымен жұмсайтын болса, онда ол ұялмау керек. Не үшін ұялады? Енді мен мысалы спонсорлар алам. Әлі күнге дейін Қаскелең KZ-тің қазір рекламадан келіп жатқан кірістері, спонсорлықтан келетін кірістен көптеу. Кезінде керісінше болатын. Бірақ мен әлі күнге дейін активно спонсорлар іздеймін. Әртүрлі жобаға. Одан ұялмаймын дейсіз? Одан ұялмаймын. Себебі мен өзіме алып жатқан жоқпын. Өзімнің қарақан қу басымды өзімнің бизнесім, кәсібім арқылы жасаймын. Бірақ Қаскелең KZ мен үшін бизнес емес. Бұл менің бір әлеуметтік жобамыз. И сол үшін, мысалы, фильм түсірдік, иә? Ол үшін мен қаражат іздеймін. Маған мемлекет бермейді ғой оны. Мемлекетке барып жылап отырмаймын. Біз сюжет түсіреміз, мысалға, біреудің көшесі туралы түсіреміз. Мен барып тұрғындардан ақша сұрамаймын ғой. Маған ақша бер, мен түсірмеймін деп айтпаймын. Сол проблеманы түсіретін болсам, жергілікті жобалар неғып түсірмейді? Себебі тендерден ақша бөлінбейді, оны білесіз. Ал бірақ осындай мәселелер арқылы әртүрлі кәсіпкерлермен сөйлесіп, мен ұялмаймын.
қойды, айына маған 5 миллион теңге бере берсін, мен ала беремін. Ол 5 миллион теңгені жұмсаймын мен. То есть өзіме жұмсамаймын, жобаға жұмсаймын. Халық үшін жұмсайсыз. Халық үшін жұмсаймын, конечно. Халықтың мәселесін түсіру үшін. Көбірек әлеуметтік видеолар түсіруге неге болмасқа дегенде ғой. Сол сияқты мұғалімдер ата-аналарды қолданып, сонда комитетті қолдана ма, көбірек спонсор іздесін. Мен ойлаймын, Хамле, Кока-Кола ешқандай қиналмастан спонсор болады деп ойлаймын. Мысалы, футбол класстары үшін Кока-Колаға баратын болса, Кока-Коланың специально Кока-Кола белестері деген жобасы бар. Келіп сізге доп береді. Бүкіл футбольный формасымен қамтамасыз етеді деп ойлаймын. Бірақ оны сұрамағансаңыз, жыламаған балаға емшек жоқ. Әрине бұл қиын, Клара апай, презентация жасау керек. Жасайсыз енді, үйрену керек. Ұзын сөздің қысқасы, ата-аналардан 500 мың теңге деп жинаған ол ұят дейсіз ғой. Конечно, ұят. Өйткені сенің айлығың, условно, мұғалім, ардақты мұғалім, сенің айлығың кем дегенде 200 мың теңге алады. Бірақ сізде ата-аналар бар, которые 100 мың теңге алмайтын. Сіз одан қалай сұрайсыз, шынымен де ойлаңызшы. И бұл жерде ең біздің үлкен қателігіміз психологиялық тұрғыдан. Эмоционально біз баланы өлтіретін кезіміз, біз бүкіл классқа айтамыз. Мысалы, кеше документ удостоверение сұрап жатыр біздің группадан. Пәленше, сенің әкеңнің удостоверениесі жоқ. Түгенше, сенің әкеңнің удостоверениесі жоқ. Бәлкім әкесі жоқ шығар. Пәленше, сенің шешеңнің удостоверениесі жоқ. Ол бала арқылы тапсыру деген вообще миға сыймайтын нәрсе. Сен конкретно еще группада оны сұрай алмайсың, мұғалім, ардақты мұғалім. Сен конкретно ата-ананы шақырасың, сонымен сөйлесесің, немесе жеке звондайсың. Мүмкін біздің ата-аналарға да, мұғалімдерге де әлі де кішкене аздаған құқықтық сауаттылық жетіспейді. Енді, құқықтық десек те болады. Одан бөлек біз мұғалім айтса болды, соны айтқан тілей беруіміз керек деген нәрсе шығар. Құлдық сана сезімнен келетін дүние сияқты. Енді осы әңгімеміздің 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні. Не айтқыңыз келеді? Не айтқым келеді? Құрметті мұғалімдер, қайтадан айтамын, сіздердің жағдайларыңызды қолдан келгенше министрлік, президент қолдап, абыройыңызды көтеріп жатыр. Мен келсем, бұндай жақсы стабильный айлықтан бас тарту өте қиын дүние. Бірақ Айман Сағидолла деген, мен түсінемін, егер Талғардан или Шымкентте тұратындан болса екен, Қарасай ауданының тұрғыны Айман апайымыз бар. Содан бір өрнек алсаңыздар. Сол тәтеміздің істеген батырлығын қайталамасаңыз да, ең азынан өзіңіздің құқықтарыңызды білсеңіздер. Сол арқылы мұғалімдердің бір деңгейін көтерейік деп ойлаймын. Ал ата-аналарға не айтасыз? Енді ата-аналарға қатысты сіздер балаларыңызды жақсы көресіздер, мен қолдаймын, түсінемін. Тем более онлайн кезде мұғалімдердің қадірін түсіндік. Бірақ бізге 1000 теңге, 500 теңге мелочь деп мұғалімге медвежья услуга деген бар. Мұғалімді еркелетпейік. Мұғалімдер конкурентоспособны болу керек. Сол үшін оларға айту керек. Жоқ, айналайын, мынау нәрсең дұрыс емес. Саған қанша 20 мың теңге керек па? Бүкіл классына 1000 теңге жиналған 20 мың теңге бола ма? Давай презентация жаса деп айту керек. Не үшін сен аласың бұны? Тем более мен антисептик деген нәрсені вообще қабылдамаймын, Клара ханым. Себебі бұл вообще миға сыймайтын нәрсе, мемлекеттен ақша бөлініп жатыр ғой. Мен А4 принтер деген нәрсені презентация жасаңыз. Бір класстың ішінде жарыс ұйымдастырыңыз. Кітап оқудан жарыс ұйымдастырыңызшы. Кім көп кітап оқиды, соған бір жәшік шоколад беремін деңіз. Біз спонсор боламыз соған. Біздің баламыз бәлкім бірінші орын алмауы мүмкін. Бірақ ең аздан ол шоколадты ұнатқаннан кейін, ол соған ынталанады, тырысады. Сондай жобалар істеңізші. Вот соған 1000 теңге, 2000 теңге, 10 000 теңге жинауға болады ай сайын. Енді менің ойымша сол министрлік пен мектептің арасындағы алтын көпір, ол мектептің директорлары мұғалімдердің осылай ата-аналардан ақша жинамауына ең алдымен ықпал ететін адамдарды осы кісілер деп ойлаймын. Бұл жерде директорлар да осы айтылған мәселелерді нақты назарға алып, мұғалімдерге қол жайғызбай, алақан жайғызбай, қажеттіліктің барын осы білім бөліміне запрос жіберіп, сұраныс арқылы сұрап алып, әр сыныпты сонымен қамтамасыз етіп, мұғалімді жаманатты қылмай, осы мәселенің бәрін болдырмауға бірден бір ықпал ететін кісілер осы директорлар деп ойлаймын. Сондықтан осы сұхбатты да осы біздің ауданымыздағы 51 мектептің директоры барлығы көріп, өздеріне бір қандай да болсын бір нәтиже шығарады деп сенеміз. И конкретно директорлерге қатысты. Любой директорге менің телефоным ашық, звондайтындар да бар. Егер
спонсор қалай іздеу керек деген нәрседе біраз қиналатын болсаңыздар, креативный жетіспейтін болса, келіңіздер, өз көмегімізді көрсетейік. Қалай спонсорлар жинау керек екен. Сау болыңыздар, көп рахмет. Мен үмітім үлкен, Клара апай, осымен қалдырмайсыз, апта сайын әртүрлі өзекті мәселе көтересіздер деп ойлаймын. Өйткені білім саласы бізде, мен бүгін жақында баламды неге алып бардым? Нефтем бөліп жатыр, ұзап кетіп жатыр. Бірақ достыққа алып бардым Алматыға. Қазір лицейге түсіру үшін дайындап жатыр. Мен ештеңе білмейді екенмін деп айтты маған. И менің қарным кәдімгідей ашылды. Иә. Білім сапасын көтеру керек. Конечно. Білім сапасын көп. Бала саны көп, бірақ білім сапасын көтеру керек. Сол үшін сіздердің жұмыстарыңыз өте маңызды. Енді алдағы уақытта бізде осы посттардың астына жазылған пікірлердің бәрін саралай отырып, осындай тақырыптарды көтеретін боламыз білім саласына қатысты. Сондықтан біз көтергісін деген тақырыптар болатын болса, жекеге жазып, бізбен ақылдасып, осы мәселеге бірге атсалыссаңыздар болады. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.